Да, енді Эпштейннің ісі бойынша не дейміз, бүкіл халық көріп отыр. Мен өзім жеке басым сол Эпштейн файлдары анау қоғамдық доступке шыққаннан кейін кейбір файлдарын көрдім. Әрине осы жерде көтеріліп жатқан фамилияларды да көрдім. Сондықтан да не деймін, құқық қорғау органдары баға беру керек. Құқық қорғау органдары тексеру керек, баға беру керек. Барлық осы айтылған фамилияларға тиісті тексеріс ашылуы тиіс. Себебі сіздер білесіздер, мынау Ұлыбританияда, Францияда және басқа да Еуропа мемлекеттерінде уже барлық Эпштейнмен байланысы бар барлық лауазымды тұлғаларға тиісті мемлекеттік органдар уже құқықтық баға беріп отыр. Керек десеңіз, кейбір үлкен белді кәсіпкерлер Эпштейнмен байланыстан кейін әйелдері үйден кетіп қалып, ажырасып, сол себеп бұл этикалық, моральдық этикалық бұл шекара. Ол шекараны аттап өткен азамат, ол қоғамның емес, сол сияқты заңның сынына ұшырауы тиіс деп есептеймін.